сұрақ қойын. Тез, иә. Аха. Менде ғой кезек. Осы енді иә дедің ғой. Ал, термодинамиканың үшінші заңын айтшы. Не туралы айтады? Білмейсің. Ньютонның үшінші заңы, бірінші, екінші, үшінші заңы. Білмеймін. Білмейсің. Физика оқымағансың ба? Сонда сен жалпы ештеңе білмей жатсың. Биология ғана оқыдың. Аха. Химия. Оқыған жоқсың. Геометрия. Қоя бер. Химиядан қойшы. Химиядан қойын ба? Давай. Органикалық химия, биорганикалық химия. Қайсынан қойын? Биорганикадан қой. Биорганикадан қойым. Ковалентлік байланыс, иондану дегеніміз не? Білмеймін. Сен өзің айтпашы. Ковалентлік байланыс деген бұл электрондар бар. Электрондар дегенде естуім бар ғой. Протон, электрон, нейтрон, атомдық жүйеде. Бұны біз кванттық физика дейміз, физикада. Микроб мөлшектерді зерттейтін ғылымда. Дұрыс па? Сол кезде коваленттік байланыс деген электрондардың жалпы мына плюс-минус болмауы. Иондануда плюс-минус болады. Екі атом бар ғой жаңағы. Солар электронды бөліседі. Түсіндіңіз бе? Оны иондану дейді. Бұл неде болады? Радиоактивті веществоларда болады. Ана не бар ғой? Радиоактивті ыдырау деген бар ғой, альфа сәуле бөлінеді. Сәулелену дегенді білесің ғой? Естіген шығарсың? Үлкен энергия бөлетін жайында. Ал ковалентлік байланыс деген бұл мысалы нелерде натрий хлор, бұлар жаңағы иондану, натрий мен хлор ионданады ғой. А ковалентлік байланыс деген мысалы бұлар биметалдарда болады. Биметалмен реакцияға түскен кезде мысалы H2O деген сияқты, H2 плюс O2 тен 2H2O деген бар ғой формула химиядағы ше. Сол нәрселер жалпы ше. Енді сосын тағы да сұрақ қойып берейін аха, ғылыми сұрақтар, иә? Осы жаңағы неден? Термодинамиканың заңдарын айтайын ба, айтпай қойын ба? Полисті полиссіз деген болады, иә, ковалентті байланысты? Аха, сондай болады. Бар ма сондай? Бар. Ковалентті байланысты. Иондану және иондану